Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қыстық лечо салатын дайындайтын боламыз. Оның жасалу жолы өте оңай, ал дәмі ерекше керемет болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, жасап көрсеңіздер болады. Ал бисмилля деп бастайтын боламыз. Ең әуелі барлық көкөністерді жақсылап жуып, тазартып аламыз. Мен қызыл болгар бұрышын пайдаландым. Оны тура видеодағыдай текшелеп турап дайындап қоямыз. Ал қызанақтарды ет тартқыштан өткізетін боламыз, сондықтан да оның артық жерлерін алып тастап, бірнеше бөліктерге бөліп дайындаймыз. Толық құрамды достар описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Барлық қызанақтарды осылай ет тартқыштан өткізіп дайындап қоямыз. Сонан соң бізге 2 пияз қажет болады. Оны да жарты дөңгелек етіп, жұқалап турап дайындаймыз. Ал алдын ала ет тартқыштан өткізіп қойған қызанақты отқа қойып, қайнаған соң төменгі отта жарты сағат қайнатып аламыз. Алдын ала бөлек ыдыста қайнатамыз. Сонан соң қазанымызға май құйып, майы қызған соң турап қойған пиязымызды салып, майға қуырамыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Себебі алдағы уақытта сіздермен түрлі пайдалы, дәмді, оңай жасалатын рецептермен бөлісетін боламын. Пиязымыз қуырылғаннан соң үстінен турап дайындап қойған қызыл болгар бұрышын салып, майға қуырамыз. Мен қызыл болгар бұрышын пайдаландым, ол салатымызға ерекше дәм береді. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сөзсіз. Жақсылап бір келкі болғанша араластырып, шамамен 2-3 минуттай майға қуырып аламыз. Міне біздің көкөністеріміз майға қуырылып, суы шығып, керемет болып шығып тұр. Енді оның үстінен алдын ала қайнатып дайындап қойған қызанақты қосып, араластырып аламыз. Бір қайнағаннан соң ең төменгі отта шамамен 10 минуттай қайнатасыздар. 2 ас қасық тұз, 2 ас қасық қант салып, араластырып қайнатамыз. Жиі-жиі араластырып тұрыңыздар, себебі түбі жабысып қалуы мүмкін. Міне біздің салатымыз шамамен 10 минуттай қайнады. Енді оның үстіне алдын ала дайындап қойған турап бұрышпен аскөгімізді және майда етіп туралған сарымсақты қосып араластырамыз. Балғын аскөк пайдаландым. Бұл салатымызға ерекше дәм және түр береді. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сонан соң лавр жапырағын және қара бұрышты қосып араластырамыз. Салатымыз дайын болуға жақын қалды. Енді оның үстінен 1 шай қасық сірке суын қосып, ең төменгі отта 15 минут қайнатып аламыз. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Өте дәмді, түрі де өте керемет болып шығады. Енді оны жуылып, буланған банкілерімізге құйып, қақпағын жауып, бұрап, қысқа дайындаймыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Достар, егер видео пайдалы болған болса, лайк басып, пікір қалдыруды да ұмытпаңыздар. Банкілеріміздің қақпағын осылай бұрап, тексеріп, төмен қаратып, үстін орап, бір күнге қойып қоямыз.
Осы құраммен менде 4 литр салат шықты. Сіздер көбейтіп жасасаңыздар да болады. Өте дәмді, қыста керемет салат. Сондықтан да осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет.